Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін аяқ асты бір ойыммен, инсайтыммен бөлісуге шықтым. Как она есть. Мына алдыма мән бермеңіздер, бағана дәрет алған су болып қалды. Видеода енді көріп жатырмын. В общем, мынандай ғой. Мен бір техника пользоваться етіп жүрмін да. Ол техника любой затқа кете береді. Арман болсын, визуализация техникасы ғой енді. Сол визуализация, сол техника арқылы любой затыңды өзіңе шақырып алуға болады, алланың қалауымен. Әрине. И ақша туралы айтайын деп едім ғой, бәрімізге ақша ғой важно. Ақша туралы не істеп жүрмін? Менің бір байқағаным, если сол техниканы мысал үшін күніне 3-4 рет бағанағы визуализацияны жасасам, күйеуімнің андай саудасы болады да. Күйеуімнің саудасы болады. А если жасамасам, сауда болмайды. То есть мен көзімді жұмып өтірік істей салсам, оны өзінің істейтін техникасы бар енді визуализацияның. Өтірік жай істей салсам, так себе. Болса болады, болмаса қояды деген сияқты. Ал егер жай былай кәдімгідей көңіл бөліп, андай сезініп, дұрыс ниеттеліп істейтін болсам, бірден бола қояды ана дүние ше. Ортасына енді день болмаса да, бір күн, 2 күннен кейін сол сумма келіп тұрады күйеуіме. И мен байқа алдым, енді мен өзімнен өткізем ғой любой техниканы. Соны мен де қазір бір өзімнің оқуым басталып кетті, соны істемей қойдым, и күйеуімнің де несі саудасы тұрып қалды. И кеше мен бір визуализация жасаймын ғой, ақша туралы ше. Қазір сіздерге де көрсетемін оны. Сумкамды алып алайын. Қазір енді көзім жұмам да, менің сумкамда 2 пачка доллар жүргенін қалаймын ғой. 2 пачка доллар жүргенін қалаймын. И сол долларды қалай 2 пачка доллар тұр қазір. Көрсетемін сіздерге. Кеше ғана қызымның несінде коттеджде анау выпускной істеп, сөйтіп не қылдық. И анау тамада шоумен бала искусственно анау долларларды лақтырады ғой. Долларларды лақтырады. И мен ана көмектесейін деп, ана ақша ретінде қарап жүрмін да, балдар басып өтіп кетіп жүр. Ойбай, бұлда не ғой деп, аналарды жинап алып жүрсем, мен бұлдан балдарға лақтырдым дейді. Ойбай, давай онда мен как раз визуализация, подсознаниеге бәрібір ол шын ақша ма, өтірік ақша ма, разница жоқ. Мен миымды сол долларға үйретуім керекпін деп. И келіп, екіге бөліп санап, бөліп резинкеге байлап қойдым. И маған ана осознание келеді. Ёшкин кот, осыны мен бір апта бұрын алдым. Визуализация жасаған ғой, қалтамда, сумкамда, көшеге шыққан кезде менде обязательно просто так жүргеннің өзінде андай 2 пачка доллар жүру керек деп. Көрсейін ба қазір? Телефонға біреу звондалып өшіп қалды. В общем, міне сумкам іші көрініп жатыр ма? Міне, көрдіңіз ба? Мен армандағандай, мен визуализация жасағандай, міне 2 пачка доллар жатыр енді. Енді суть в чем дейсіз ғой енді. Жатты, ақшаны шақырдық ал. Бірақ күйеуіме айтамын ғой, Мура, мен анау өткенде ғана визуализация жасағам, осындай 2 пачка доллармен жүрейін деп. Міне 2 пачка доллар бар, бірақ өкінішке орай искусственный. Енді мен бұдан плюс тауып аламын ғой енді. Какая разница деп ше? Потому что даже мен бұндайды, мынау долларды өзіме елестетуге, бірге ұстап жүруге даже рұқсат бермейді екенмін да, рұқсат бермейді екенмін. Таким образом, қазір бұны мен ескеймін, кәдімгідей ақшаны не шығады, доллар не шығады, санайым бұны еще, сөйтіп, в общем, миымді долларға үйретіп жатырмын. И мен өзіме сұрақ қоям ғой. Сұрақ қоям, менің ақшам қайда деп. Оны не обязательно психологпен жұмыс жасауға, егер санасы ашық кісілер, дайын кісілер, ответ, жүрегі ашық кісілер, ол не деген сөз? Өкпе-реніші аз, өзімен проработка жасаған кісілерге ответ оңай келеді. А егер сіз не проработаны болсаңыз, келмейді ол. То есть келуі мүмкін, қиындау болуы мүмкін деген сөзім ғой. И анау бағанағы сұраққа жауап берем ғой, көзім жұмып, менің ақшам қайда десе, менің ақшам Аллада. Хорошо. И адамдарда жүр менің ақшам. Ладно. Келесінде тағы сұрақ қоям, көз алдымда мынау отырған жерімде, бүкіл жерімде анау пачка, айналам бәрі ақша. Бағанағыдай доллар жатыр, бәрі мынандай көп енді.
и қараймын да бұл ақшаны сезін деймін, бұл кімдікі ақша, тұр ғой міне жатыр, барып ал десем ала алмаймын ғой, қасымда астымда үстімде жатқан ақшаны ала алмаймын. Неге ала алмайсың, неге бара алмайсың десем, то есть бұл ақша менікі емес, маған рұқсат емес, то есть бұл менікі болмағасын мен өзіме рұқсат бермей тұрмын. Менде басында установка тұр, бұл ақша менікі емес. То есть әлемде ақша көп, дофига жүр ғой, миллиардтап табатын, 600 мың, 700 мың, 800 мың табатын, миллиондап табатын кісілер жүр. Бірақ неге менде сондай ақша жоқ? Потому что вот ойлаймын, қасымда тұр ақша, жоқ, бұл жоқ деп менікі емес деп өтіп кетеді екенмін да. Бұндай ақша, бұндай невозможно деп, мүмкін емес деген установка тұр екен. Жарайды, хорошо. А неге мүмкін емес? Неге мүмкін емес? И өзімнен сұраймын, ақшаның образын адам ретінде шақырам ғой ақшамен сөйлесу үшін. И маған алдын айтатын, ақшаны адам ретінде шақырда и сөйлес дейтін. Тым образ келмейді. Кеше техника жасап отырып, ойыма мына кісі келеді ғой, міне осыны шақырып аламын қасыма, осы атамды. Жарым жақсы көріп жүрмін, осы атаны вообще не қылмайды екенмін, жақсы көрмейді екенмін негізі. Сөйтіп осы кісіні шақырып аламын да, и бұл кісімен кәдімгідей сөйлесем ғой. Сөйтсем айтады, саған келейін десем, сен маған суықсың дейді. Маған суық қарайсың, мені бөтенсіреп қарайсың, жатырқайсың. Кішкентай балалар танымайтын адамға бармайды ғой, бөтенсірейсің, менен өзіңді алыс ұстайсың дейді. Сосын тағы не үшін келмей жүрсің деп жатырмын ғой енді. Тағы не үшін келмей жүрсің десем, сен үшін мен дайынмын келуге, бірақ өзің жібермейсің дейді. Өйткені сен маған суық қарайсың, сен маған жатырқайсың менен, то есть менен қорқынышың бар дейді. Сосын мүмкін емес деп, не үшін мүмкін емес келу деп сенбеймін десе, мен ата-анамның образы тұр екен. Ата-анамның образы кезінде мынандай ғой, кезінде папа мен мамамның ақша тапқан, қиналып тапқан ақшасын көргенмін, еще ол жетіспеген и қарызға кіре берген. То есть мен үшін ақша туралы андай бір ауыр состояниеде, ақшаны өліп талып, еще мамам осы Қазақстанға көшіп келген кезде студент менді алып жүрген, сол істеп жүріп, бір өзіне кішкентай бір қыздан сөз естігенін білемін да, кафенің хозяйкасынан. Сол намысыма тиген. Анау кедейдің кербезіне сақта дейді ғой, еган жібермейді. Сондай сияқты дүниелерді көргесін, мен үшін ақша оңай келмейді. Ол унижение, ол ақша қиналып табылады, ол жетіспейді деген сияқты. Сол үшін зачем маған қиналып, лучше мені күйеуім тапсын, мен өйтіп унижация етпейін, бәрібір ақша кейін келеді деген ұғым тұр екен. То есть мен сіздерге де бұны не үшін айтып отырмын, может сіздер де осындай техника жасасаңыздар болады. То есть мен үшін ақша невозможно, мен үшін ол мынандай болады ғой, недоступный, суық, бөтенсіреймін, қашам ол ақшадан. Сосын қиын деген нәрсе установкаларымды кеше өз-өзіме андай проработка жасадым. Сол проработка жасап, бірінші ата-анамның образымен, ақша табуымен байланысты не қылдым. Сөйтсем, оказывается, папамның кезінде оңай ақша тапқан кездері болған екен, маған уыстап ақша берген кездері болған екен, мамамның да ақша тапқан кездері болған екен. Просто ми бізде позитивтен гөрі негативті тез жаттап қалады да, и анау позитивті өшіріп тастайды екен. И мен былай подсознаниемді прошивать етіп отырған кезімде сол образдар келіп есіме түсті. То есть енді қазір бағана таңертең көз алдыма елестетсем, то есть мына жерінде, ойбай, бісміллә, микрофонға тиіп жүрмін да, мына жерінде анау ауырлық сезім кеткен да. Папа мен мамамның образы елестетейін десем, кеше қиналып кеткен, папа мен мамамды көрдім да, сол бұрынғы состояниеге түсіп кеткендей болдым да. Қазір бүгін таңертең қарасам, проработка, мен өзім солай тексеремін. Реакция бұрынғыдай бар ма, жоқ па? Таңертең қарасам, то есть маған жеңіл. Тағы бір момент, кстати, менің күйеуім сауданың адамы, строительный неде жұмыс жасайды, стройкаға не керек, соның бәрін предоставлять етеді. Не қажет, соның бәрін жеткізіп беретін кісі ғой, в общем, строительный материалдар сатады деп айтайыншы. Күйеуімнің, по-моему, қателеспесем, 50-70 миллионның орталығында жылына сондай сауда жасаған шығар. Біз алдын мен соны 100 миллионға жеткізгенін қалайтынмын.
енді қазір енді адамның аппетиті өсе береді ғой, сен өзің дамыған сайын, ана үлкен ақшаларды көрген сайын сенің анау миыңда не қыла береді. Енді мен күйеуіме бағанағыдай 600 000 700 000 сауданы елестетейін десем, көзімді жұмып бағанағы істейтін техникам айттым ғой, бағана істеймін, то есть сауда болады деген сияқты. Сөйтсем анау миллиондарда 6 0 емес па, 600 000 келеді да, 600 миллионның ана 3 0 көз алдыма келмейді ғой, в общем. И мен содан ойланып бастаймын ғой, 600 000 600 миллион 700 миллион көз алдыма елестетсем, бағана 3 0 көре алмаймын. Анау четко бағана 600 000 теңгенің нөлдерін көремін да, 600 миллионның 3 0 көре алмаймын. И мен ойлаймын, не үшін бұл, неге ондай деп осы жерден кетеді айтпақшы менің нем. Өз-өзіме қазып бастадым да. Сөйтсем, оказывается, просто миыме рұқсат бермейді екен. Бағанағы миымдағы шаблондар бар, установка блоктарым бар екен. И анау маған тағы бір знак ретінде Threads па, нет, анау инстаграмға кірген кезде соған кіріп кетесіз ғой. Threads, кажется, иә. Сол жерде анау бағанағы менің миыма кірмейтін, көз алдыма елестете алмайтын суммалар шығады. 2 миллиард, 600 миллион, 700 миллион деген сияқты. Ё-май, и аламын да скриншоттап, кейін не қылса көрсете алсам енді. Көрсете алмасам ренжімеңіздер. В общем, Threads'a кірген кезде бағанағы суммалар. И күйеуімнің де миына отыра берсін, көзі үйрене берсін, көзі көргесін миға барады ғой. Установка бола берсін деп өзіме солар скриншот жасап, енді то есть мен көзімді үйретуім керек. Бұл маған, во-первых, знак, ты можешь деген сияқты. Алдын көз алдыма елестете алмайтын едім ғой. В общем, осымен жұмыс жасайтын боламын. Егер результат болып жатса, мен сіздерге результатын айтатын боламын. Бұл жерде ана ойлап қалдыңыздар ма, керемет, но техника жасап, вау, квантовый скачок болып кетеді. Жоқ, процессімен бөлісіп жатырмын. Қыздар, өздеріңізбен де осындай процесте болсаңыздар, жұмыс жасасаңыздар болады. Элементарный сұрақтармен жауап беруге. Бағанағы ренжімеңіздер, техниканы айта алмаймын, өйткені тегін айтқан дүниенің құны болмайды, оны жасамайсыздар. Сол үшін білімді құнсыздандырғым келмейді. Ал екіншіден, просто бағана егер живой установкаларыңызды тапқыларыңыз келсе, өз-өзіңізге психологқа бармай-ақ, менің ақшам қайда? Ойланып жүріңіздер, қайта-қайта сұрақ қоя беріңіздер. Ең бірінші келген ответ ол бірден подсознаниеден, жүректен келген дұрыс жауап. Сосын көз алдыңызға бөлменің ішінің бәрі ақша үстінде басып жүрсіз, неге алмайсыз ол ақшаны? Вот сол кезде өз-өзіңізге сұрақ қоя, өздеріңізді установкаларыңызды тауып алсаңыздар болады. И сөйтіп сол установкамен жұмыс жасау керек қой. Енді көреміз, пока сол установкалармен жұмыс жасап жатырмын, долларды қасыма жақындаттым, бұл атаммен конкретно сөйлесіп жатырмын, не үшін келмейтінін. Бұнымен де енді қалған чуть-чуть установкалар қалды, солармен проработка жасасақ, бұйырса. Еще ана техниканы жасасам, керемет, миллиард күйеуім сауда жасап жатса, өзіме осылай пачка ақша келіп жатса, бөлісетін боламын. Так что сіздер де өздеріңізге пока осындай сұрақ қоя арқылы өздеріңіздің установкаларыңызды тауып алсаңыздар болады. Егер таба алмаймын, істей алмай жатырмын, келе алмаймын дейтін болсаңыздар, менің инстаграмыма өтсеңіздер, профильде менің телефоным тұр, бірге жұмыс жасай аламыз. Өзім таныстыра кетейін, айтпақшы, менің атым Ақгүл Еркебекқызы. На международном уровне психолог, ментормын. Егер керек болса, инстаграмыма шығып хабарлассаңыздар болады. Ал барлығымызға, әрбір қазағым бай болуды нәсіп етсін деймін.